Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қызыл мақпал тортын дайындаймыз. Өте нәзік, өте дәмді торттың онлайн мастер-классын көріңіздер. Менің рецептім барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Керек заттарымызды дайындап алайық. Бізге жұмыртқа керек. Қызыл краскамыз қажет. Менде индийский краска. Индийский краскамен жақсы шығады. Разрыхлитель, сода, ұн, қант, сұйық май және де айранымыз қажет. Ең бірінші айранға 1 шай қасық содамызды қосып араластырамыз. Ол сәлден кейін көтеріледі айранымыз. Келесі құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін қызыл индийский краскамызды, яғни бояуымызды алып, ұнымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де қамыр қопсытқышымызды қосып, оны да араластырып жібереміз. Мінекей видеода көрсеткендей айранымыз осылай көтеріледі. Енді жұмыртқамызды жарып және де қантымызды қосып, аппақ көпіршік болып, қаты көтеріліп, жақсы араласқанша миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерленіп болғаннан соң, бағанаға сода араласқан айранымызды қосамыз. Одан кейін сұйық майымызды қосып, тағы да бір сәл миксермен араластырып жібереміз. Енді массамызға құрғақ заттарымызды қосамыз. Құрғақ заттарымыз, яғни миксерді қосқанда қатты шашырап кетпес үшін, мен бірінші қолдың венчигімен кішкене араластырып алып, содан кейін миксерледім. Енді кальцомызбен, кальцомыздың астына негізі фольга қойған дұрыс, менде болмағандықтан пергамент қағазын қоя салдым. Торттың диаметрін 22 сантиметр етіп дайындап алдым. Яғни массамызды 3 бөлікке бөліп, 3 рет кезек-кезек қызып тұрған пеште 180 градуста көтеріліп, піскенше пісіріп аламыз. Яғни массамыздың дайын болғанын шпажка арқылы немесе зубочисткамен тексеріп көріп отырасыздар. Құрғақ болған кезде дайын болды деген сөз. Шамамен 15-20 минуттай піседі. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға қантымызды қосып, жақсылап бір миксерлеп аламыз, яғни түйіршіктері кеткенше миксерлеп аламыз. Одан кейін сливкимізді қосамыз, яғни сливкиміз 33-35% болуы қажет. Сливкимізді қосып, жақсылап қою масса болғанша бір миксерлеп аламыз. Ренжімеңіздер, миксерлеген уақыт менде видеоға толығымен түспей қалыпты. Яғни осындай қою масса болып шығады. Енді крем салатын пакетімізге 1М деген насадканы қолдандым. Бірінші подложкамызға кішкене крем жақтым, яғни тортымыз жылжып кетпес үшін. Бірінші коржды қойып, видеода көрсетілгендей етіп, кремімізді жағып шықтым. Кремді жағып болғаннан соң, кішкене бетін тегістеп алып, екінші коржды қойып, дәл солай қайталап шықтым. Үшінші коржды қойғаннан кейін, бетіне видеода көрсетілгендей насадкамен толығымен барлығын узор жасап, яғни розочка гүлге ұқсатып жасап шықтым. Тортты өз қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Мен осылай жасап шықтым, сыртына обтяжка жасамай. Және де бетін жидектермен сәндедім. Яғни шие мен құлпынай және де мята пайдаландым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Яғни қызыл мақпал тортына қызыл жидектерді пайдаланғанымыз өте сәнді
және де тәбет ашарлықтай көрініс беріп тұрады. Бұл торт біздің үйдегілерге өте қатты ұнайды. Түрі де, дәмі де барлығы бізге қатты ұнады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Жанат.